немерелер солар жасады. Біз қонақ болып бұл тойға келіп отырмыз. Мама, мынау бүгінгі туған күні құтты болсын, жасыңа жас болсын, денсаулығыңыз зор болсын, балаларыңыздың қызығын көріңіз, немере шөбере көріңіз, қызықтан қызыққа жете беріңіз деймін. Осындай кең дастархан барлықтарымызда да жұмысты болсын. Енді ортамызда жүре беріңіз, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Қуанышымыз көп болсын, қызығымыз көп болсын. Тек қана осындай кең дастарханда қызыққа ғана жиналып жүре беріңіз. Анашым Гүлжанат, бүгін туған күндерің құтты болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын, бақыт тілеймін, ауырмаңдар. Ағайын туысқандарыңа рахмет айтамын. Әрқашанда осында арамызда ойнап күле беріңіз, немере шебердің арқасында. Бүгін жақсылық тілеймін. Және анам арнаған бір әнім бар. Гуля. Келсейші бұл. Айтты ғой сізді. Жол сенікі бол енді. Сөйлей берем. Ал енді құрметті қонақтар, құдалар, маманың кластастары деп қойды. Қыздардың қалып екен. Енді айын өтпеңіздер. Тыныштық сақтайық. Сәл-сәл сақтайық. Тыныштық. Ал енді айын өтпеңіздер. Ал енді мен осы уақытқа дейін не деген жоқ. Постоянно мама дейді. Қалай айтсаңыздар да олай түсініңіздер. Ал енді мама, бүгінгі туғаныңыз құтты болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Енді Жақта екеуіңізді бүгін туған күндеріңіз. Заң бойынша бүгін 20-сы екеуінің туған күні. Алланың берген жасын жасап, осылай ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз. Немере шөбере сүйіп жатса, шөп-шөп сүйіңіз. Енді бар жақсылық тілеймін. Ой бәрекелді. Жалғастырайық. Ал енді құрметті тойшыл қауым, біздің анамыздың бүгін керемет түйенің, ақ түйенің қары жарылған күн дейді ғой бүгін. Бұл кісіге өте көп қуаныш болып жатыр. Шөберелі болып жатыр бұл кісі. Медетпен жадырамыз шөбере сыйлады. Сосын Әлшермен Зайдам шөбере сыйлады. Бүгін мен кешік келгенім, немеремді роддомнан шығарып алып, кешік келгенім сол, әйтпесе елден бұрын келіп отырбаушы едім. Осы сол балалардың қызығына тоймай жүре беріңіз ортасында. Шөберенің қолына май жалаңыз, сол ішіңіз. Сіздің жасыңызды бізге берсін. Бәрі жақсылықты тілеймін. Өмірдің бәрі ана деген ол өте бірінші орында тұратын кісі ғой. Жасай беріңіз, жүре беріңіз. Бәрі жақсылықты тілеймін. Бала шағаларыңызға, немере шөберелеріңізге, бәрілеріңізге осы қуаныштан қуаныш бола берсін деп. Гүлжанат сіздің де туған күніңізбен. Гүлжанның туған күніне менің балам подарок сыйлады. Немерем әмірем өмірге келді. Гүлжанға өте көп подарок жасадық біз, иә Гүлжан? Өсті үй әлінде бәрі жақсылықтар болып жатыр, бола берсін, бәрілеріңізге жұғысты болсын деймін. Әмін айтқан. Ал, жалғастырамыз ба? Қосыламыз ба? Жалғастырсаңыздар жақсы, қосылсаңыздар өте қуанышты. Кенжесі сөйлеу керек. Сүт суалтқан сүт кенже дейді. Бір тілегіңізді айтыңыз. Ала, туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осылай немере шөбере бала шағаңыз ортасында жыл сайын тойлап жүре беріңіз. Ауырмаңыз, жүз жасаңыз. Осы қалатырған туыстарға, қонақтарға рахмет. Келгендеріңізге осындай қабілеттеріңізге ой болсын. Басыңыз аман, деніңіз сау болсын. Ой бәрекелді. Жалғастырамыз ба? Ән
ән арнайын дедіңіздер. Сол әнге кезектерге сөйлеп болсаңыздар. Фотоға түсеміз бе? Болды ма? Жақсы. Жаңа айттыңыз ғой сіздер. Айтасыздар ма? Фотоға түсеміз бе? Фотоға түсеміз. Қуанышыңызды бөлісуге дайын тұрамыз. Бүгін енді жалғыз сіздің емес, келініңіздің де туған күні екен. Келісіп алғанды. Ол кісі де сіздің жасыңызды берсін. Өткен жылы ол кісінің тойын тойлап едік. Бүгін сіздің тойыңызға келіп тұрмыз. Енді келесі жылы бір ауыздан келісіп тойларымызды бірге жасасаңыздар да болады екен. Шақырған қонақтар өзі бір екен ғой. Шақыратын қонақтарыңыз бір екен еді. Барлық жақсылық тілейміз. Осы бүгінгі айтып қонақ болып келіп отырған барлық туыстарға үлкен алғыс. Сіздердің де үйлеріңізде осындай той болсын, қызық болсын. Барлықтарыңызға жұмысты болсын. Апа, тойыңыз құтты болсын. Медиа тұлғасында
жасап тұрған әжені күзеп көрдім. Әже Алла қаласа 100-ге келіңізші. 100 жасына келіп, мен тамада болуды ұмытпаңыз бірақ. Ай бәрекелді, халқымызға ақ қатаңызды беріңіз. Өздері қабыл жиналып жатқан туған туыстарым тегісімен 80-ге келді деп тойдан келіп жатсыздар. Ойлап, осы тойды көріп жатқанына бір Аллаға мың шүкіршілік айтамын, Аллаға рахмет айтамын. Алла ғой бірінші осының бәрін көрсетіп жатқан. Екінші, туған туыстарымыздан мынандай бастатқан туысқандарымның сөйлеп бастап берді ғой. Сонда енді Рымтай арасында сол Рымтай біз үш ағайынды қызбыз. Біз бағана айтты ғой бәрі, оны естіп отырсыздар. Содан таратқан әулеттер келді, мысал үшін. Осындай тойда көреміз ғой енді. Сол әулетті мен Күлтияны көргенде өте қуаныштымын. Адам өзінің ұрпағымен 100 жасайды дейді ғой, сол ұрпағымен жасамасам да 100 жеткен дейін отыр. Мына туған туыстарыма құда-құдағилары. Құдағилары келіп отырғаны жас, ең үлкен құдағайым бар, үлкен құдағайым бар, көлбасын екеуміз бірге жатамыз. Ол кісі келемеді, ол кісіге сөз жоқ, екеуміз бірге жасап жатырмыз. Оның кейінгі құдалар, үлкен құдағаннан кейін аш құдалар келіп жатыр. Мына кейінгі немерелердің құдалары түгел келіп, осындай той сіздерге де жұғысты болсын, әрбіріңізге денсаушылық тілеймін. Бұның кейін мына өзімнің балаларыма, бірінші менің осы тойды бүгін екеуміз бірінші келінімен екеуміз бірге тойлайтынбыз бұрын. Жаңа медеттің, жоқ медетке емес, шатыспалы көдет. Ерлан мен Еркөштің мамасы екеуміз баяғыдан бірге тойлап келе жатырмыз енді. Баталығы болғанда өзіміз бір-біріміздің торттарымызды жеп, сол бірде бұлай, кейде ауылда қалғанда Бишатыңға үйіне барып, сол жерде боламыз, сондай болып жолып, екеуміз егемендік алып жатырмыз енді. Балам ең бірінші маған келін болып өзімнің қызы бірінші қызым. Енді оның ең үш немере сыйлады бізге, осы немерелердің қызымын көрсетіп жатқан осысы. Осы жолы осы пенсияға шығады. Сосын екеуміз егемендік алып бөліндік. Содан кейін енді неден бастатқан, тошан бастатқан осы тойды өздері келісіп, содан кейін сұрағандай өздері келіскен шығар енді. Бірінші маманың тойын тойлап берейік деп осы бірінші менің тойды рахмет, осылар семьяда бақытты болсын, дендері сау болсын. Ешқандай жаманшылық көрмей тіл көзден сақтап Алла мені осы балаларға осылардың арқасында шапқылап шауып жүріп осылар 80 солай жасап жатқан шығар мен Аллаға мыңдап шүкір деп айтамын ерекшелікке. Одан кейін мына көрші қолымдар келіп жатыр, мысалы үшін бұрынғы көршілер жаңа кетіп қалды, шайға бастатқандар, бақыт бастатқандар келіп жатыр. Олар келді, енді сондай жақсы кетіп жатыр ғой бәрі. Мына балалармен әулетте біздің үлкен шаңырақта өсіп бәрі мынау азамат бастатқан, мынау гүлдір бастатқан, мынау медетім, Ерлан, Еркош, Тошан бастатқан осыны сол бәрі бір үйде тәрбиеленген балалар тәуба дейін, осы балалардың бәрі бір жерде бәрі семья болып, бір бала шағалары бар, бәрі келіп отыр, рахмет айтамын осы балаларына. Кезінде айтатын Нұрға, жеті жыл оқып, еліме қызмет жасап басқа бір жаққа кетіп қалып жоғалма деп айтады Нұрға. Нұрғаның бәрі орнына дейді, өзіміздің ауылда дәрігер егін олақтың басында. Біз барсақ айтып, өзімізді кіріп тұрады дейді, іркен құдағы екеумізді айтып, қойып, шаққа кішкене қойып, системасын бір бәйге рахмет оққанын ақталады еді Нұрға. Бәрі біздер рахмет айтамын, мына немерелеріме, енді мына үйленбеген, оқып жатқан қыздарым, алты немерем қалды, оларға осы балаларымның бақытын берсін деп айтамын. Осы балаларымның, алдағы ағаларымның бақытын берсін деп. Ерекше рахмет айтамын Медетке, Тошаға, өзімнің балаларыма.
пенсияға шықты ғой деп жаңағы жүгірдік осы тойдың басында шейін жүгірдік осы жолы біраз кішкене жүгірдік. Тәуба деймін осыған, тәуба. Әрбіріміз достық жосты болсын енді. Сөйлемек үшін мен сөйледім, мына жаңа жалған жүрсін. Құрметті ағайын туыс, мен бағана балалар деген кезде әдейілеп сөзге қосылмай, тілекке қосылмадым. Неге десеңіздер, өйткені мама өзінің өтініші бойынша ертең мен сөйлегеннен кейін, менен кейінгі сөзді өзім жалға деп өтініш айтқан болатын. Сондықтан да мен енді сіздердің алдарыңызда анамызды құттықтағым келіп тұр. Біріншіден әрине сіздерді осындай үлкен дастарханда анамыздың мерейтойында көргеніме өте қуаныштымын. Құрметті ағайын туыс, құда жекжат, көрші қолаң, балаларым, немерелер, барлық туысқандар, сіздерге деген бүгінгі біздің алғысымыз шексіз. Әрқашанда көңілдеріңіз той болсын, бас денелеріңізге саулық берсін. Адам ұрпағымен көрікті дейді. Дастархан нанымен, үй жиһазымен, ағаш топырағымен адам әрине ұрпағымен көрікті. Ана, сіз бақыттысыз. Неге десеңіз, осындай ұрпақ тәрбиеледіңіз, балалар өсірдіңіз, немере сүйдіңіз, немереден шөберенің қызын көріп отырсыз. Сондықтан да осындай жаста тек қана көзіңізден ешқашанда жастанбай, тек қана қуаныш пен шаттықпен өмір сүре беріңіз. Мәуелі бәйтеректей, тереңге жайған мәуелі бәйтеректей ұрпағымыз жасай берсін, өсе берсін, өне берсін. Солардың ортасында өзіңізде жасай беріңіз, жасай беріңіз, жасай беріңіз. Мен өз келін болып түскен кезде мама бар болған 44 жаста екен, бірақ та басында осындай ақжаулығы, сондықтан мен ойлайтын үлкен адам деп сөйтсем бар жоқ 44 жаста екен. Енді қазірде осы бала шағаларының, немерелерінің ортасында әдемі қартайып отыр деп ойлаймыз. Әдемі қартаю деген сөздің сенің бетіңе әжім түспесін деген мағына емес. Әдемі қартаю ол немерелердің ортасында қызығына тоймай, шөберенің, шөпшектің қызығын көріп, үлкен бір мәртебеге жету деген сөз. Сондықтан баршаңызға анамыздың жасын берсін, немере сүймегендер немере сүйсін, шөбере сүйсін. Әрқашанда басымызды тек қана жақсылықта, тойда қоса берейік. Бұдан да үлкен тойларда басымызды қосуға Алла нәсіп етсін. Ал мама өзіңіз жасай беріңіз, жасай беріңіз. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз. Жаңа жолдастары, сол балалардың бәрі шашбауын көтеріп келіп отыр екен. Сол бағана Рибалығын айтты, Жамбылды айтты, Үшшілтіп айтты, солардың бәрінен көптен көп рахмет. Өмірде де бірге жүрген балалар ғой, өмірде бірге жүріп, өнерлеріңізге жүзе берсін. Асылбек балам, саған енді тойың өте жақсы өтсе, тамадан дейді ғой, сен өте білем, бәрімізде білем, сол балалармен бірге жүргеннен кейін рахмет, бала-шағаңызды көріп, осындай жақсылықта, осындай аналар, осы аналар осындай жақсылықтың де өсе берсін, өне берсін, өнерлерін жүзе берсін жаным, соны тікіріп. Көп рахмет, әумин айтқандарыңыз келсін. Бір шапалақ қошемет ұрып қойыңыздаршы. Қазір амал болса, бата сұрайтын боламыз қадір ағайын. Ата менің көркем етіп, күнге теңеп қойған айын, бізді көрсе еркелетіп, айтар сөзі